Құлмат Өмірәлиев. Құлмат Өмірәлиев ұлттық мәдениетіміздің болмысын көрсетіп, ұлттық тәрбиенің негізі болып отырған, қазақ әдебиетін ғылым ретінде жүйелеуге өз үлесін қосқан, қазақ тілі тарихын, әдебиет тарихын, ел тарихын зерттеп, ғылыми терең еңбектер жазып, артына бай мұра қалдырған ғалым, белгілі түрколог, тіл білімі маманы. Ол Шымкент облысы Қазығұрт ауданында 1930 жылы 10 қарашада дүниеге келген. Шымкенттегі мұғалімдер институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітіріп, орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен мұғалім, мектеп директор болып істеген. 1953-1957 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының филология факультетін бітіріп, 1957-1960 жылдары сол жерде аспирантурада оқыды. Әрі оқып жүріп, осы институтта қазақ тілінен, қазақ тілінің тарихынан дәріс оқиды. Ғалымның ғылыми еңбектері қазақ тілінің грамматикасы, тіл тарихы, қазақ поэзиясының жанрлық сипаты, текстология, этимология, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі тәрізді мәселелерге арналған. 1970 жылы Құлмат Өмірәлиев «Язык казахской поэзии 15-19 веков» атты тақырыптан кандидаттық диссертациясын қорғаған. Құлмат Өмірәлиев 1972 жылдан 1985 жылдың 27 мамырына дейін Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтында аға ғылыми қызметкер болып еңбек етті. Кандидаттық диссертация қорғады. 4 монография жазып, жарыққа шығарды. Әрқайсысы бір-бір құнды ғылыми жұмысқа парапар бірнеше ондаған мақала жариялады. Ербол Жампейісов. Құлмат Өмірәлиевтің зерттеулері туралы сөз болғанда, әдетте тарих ауызға алынады. Себебі оның 300-ден астам үлкенді кішілі еңбектері тікелей, жанамалай болса да, тарихқа соқпай кетпейді. Біреуінде азырақ, екіншісінде одан көбірек дегендей, бәрі сол тарих тұрғысынан таразыланады. Ол тіл тарихы, әдебиет тарихы, ел тарихы, үш өрім. Осы тарихтық талдау соншама еңбектің қай-қайсында да өзара тығыз байланыста әрдайым жарыса қатар жүреді. Бірін-бірі толықтыра келе, тұтас бүтінге айналады. Бұл Өмірәлиев шығармашылығындағы бір айқын жүйе. Осы реттен оны әрі лингвист, әрі әдебиеттанушы, әрі тарихшы, үшеуінде де тең дәрежедегі жан-жақты білімтар ғалым десе болады дейді. Құлмат Өмірәлиев көне жазба ескерткіштерді және Абайға дейінгі қазақ поэзиясының стилін тіл жағынан сабақтастыра зерттеген ғалым. Бұған оның 1976 жылы жарық көрген 15-19 ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі атты монографиясы да дәлел болады. 19 ғасырдың озық ойлы жыраулардың бірі Дулат Бабатайұлы болатын. Дулат Бабатайұлының шығармашылығын жинақ ретінде тұңғыш рет Құлмат Өмірәлиев ұсынған. Ғалымның еңбектері елімізде ғана емес, Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақ мемлекеттерінде де алыс шетел ғалымдарының да назарына ілінген. Мысалы, Шарл Ф. Карсон мен Хасар Оралтай 1983 жылы Лондонда Central Asian Survey дейтін ағылшын басылымында күлтегін келешек үшін насихатпа дейтін үлкен мақала жариялайды. Осы мақала 1985 жылы енді Анкарада түрік тіліндегі Азия, Африка арактырмалары грубу атты жинақта аударылып тағы басылды. Авторлар өздерінің осы екі тілде шыққан мақалаларында ғалымның 1982 жылы Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған күлтегін туралы үлкен мақаласына 68 жерде сілтеме жасаған. 2010 жылы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты ғалымның 80 жылдығына орай үлкен конференция өткізіп, 2010 жылы Арыс баспасы Құлмат Өмірәлиевтің көне түркі әдеби ескерткіштер туралы зерттеулер атты монографиясын шығарды.